мына жарты бас Қуат Ахметовті. Қуат аға, қайырлы түн. Менің есімім Өтебай Салтанат, Алматы қаласының тұрғынымын. 5 жылдан бері сіздің жанкүйеріңізбін. Бүкіл каналдарыңызға сол белсенді түрде комментарий жазып, белсенді түрде лайк басып, қанша басыңыздан қиындық өткен білем. Бірақ мына Ержан аға неге сізді өйтіп жарты бас деп айтып жатқанын мен қазір түк түсінбей отырмын. Ержан ағаның каналына көп болды кірмей кеттім. Қыстан бері Халық Таңдау партиясын мен де қолдап, Ержан ағаны қолдап жүрдім, бірақ арамызда бір түсінбеушілік болды да, содан кейін мен ол кісімен байланысты үздім. Бірақ ол кісіні осылай жасайды деп ойламаппын. Анықтап түсіндіріп кетіңізші, шынымен де КНБ жалдап берді сізді. Не үшін? Мен білем, Абзал Құспанмен жүрдіңіздер, сосын ол сізді Түркияға шығарып салды да болды, сосын өзі депутат болып алды. Сіз сол кезде Түркияда түріңізден, көзіңізден байқалып тұр ғой, қалай абыржып, қалай қиналып. Мен ойламаймын, мен әлі сенбеймін сізді актер, болмаса сіз жалдамалы бір азамат деп. Мен сіз әлі де халықтың ұлтшылдар партиясына ашып, жастарды жинап жатсыз. Осыған бір түсіндірме жұмыс, анықтама айтып кетіңізші, неге сізді Ержан Тұрғынбай осылай айыптап отыр сізге КНБ-ның жалдамалы несі деп. Жаңағыдай жалдамалы бір сондай бір спецоперациясы деп. Білмеймін, қазір бір түрлі мен үшін өте бір қиын сондай жағдай болды. Егер сіз де КНБ-ның ФСБ-ның жалдаған бір сондай бір қойылым болсаңыз, сонда масқара, қазақтың үміті жоқ. Не болдық сонда? Толық қарғыс атқан бір білмеймін, шыңырауға кеттік қой онда.